Сәлем достар, бүгін сіздермен талқылайтын тақырыбымыз психикалық жүйке жүйесі және ми. Яғни айтқанда, осы адамның жүйке жүйесі аса күрделілігімен ерекшеленеді. Олар орталық жүйке жүйесі жұлынмен және мидан тұрады. Жұлын омыртқа жотасының қуысында орналасқан, және ол жүйке тіндермен тұратын жуан жіп. Осы жуан жіп түрінде болады. Жұлынды көлденең және кесіп көретін болсақ, оның шеттерінде ақ зат, яғни ақ зат орналасқан. Ол үш жағынан сұр зат. Үш жағынан қарасақ, ол сұр зат. Бас, яғни басымыз, ми, бас сүйегінің қуысында орналасқан. Адамның басы, ми ең жоғарғы сатыдағы, және жануарлардың адам тәріздес маймылдардың миымен салыстырғанда өте күрделі болып табылады. Осы бас, ми бір-бірімен байланысты бірнеше бөлімдерден тұрады. Осы бірнеше бөлімдерден тұрады. Бөлімдердің ішінде негізгілері мыналар: сопақша ми, сыртқы ми, ортаңғы ми, аралық ми, соңғы ми осылай бөлінеді. Артқы мидың негізгі бөлімдеріне көпір және миышық жатады. Сопақша ми. Бұл жұлынның жалғасы. Оның адам ағзасының өмір сүруі үшін ерекше мәні зор. Онда тыныс алуды, жүрек қызметін, қан тамырларының қызметін реттеп отыратын орталықтар орналасқан. Миышықты айтатын болсақ, ерікті қозғалыста, яғни реттеп отыратын мүше. Миышықтың жұмысы бұзылғанда адам тұра алмайды және үздіксіз қозғалысқа түсе алмайды. Тепе-теңдік сақтай алмайды, тез шаршайды, қозғалу мүмкіншілігінен айырылады. Яғни айтқанда айырылады. Ортаңғы ми сопақша мимен бірге кеңістікте денені ұстауын, яғни бағдарын басқарады. Ортаңғы мидың қызметі жорыққа, дыбысқа және басқара тітіргенгіштікке бағдарлы рефлекторлық қасиетке жатады. Ортаңғы мидың жоғары аралық ми орналасқан. Оның негізгі бөлігіне көру бөгеттері мен осы бөгеттердің қосымша саласы жатады. Мидың, яғни бүкіл бөлімдері бір-бірімен өте тығыз байланысты және бірыңғай тұтас осы жүйелерден құралып отырады. Бірақ олардың қызметтерінде, яғни мидың төменгі бөлімдерінің жоғары бөлімдеріне бағыныштылығы қатаң сақталады. Оларға үлкен жарты шарлар үстемдік етеді. Осы ми екі үлкен жарты шарларға бөлінеді: оң және сол жағы. Сыртынан үлкен жартылы шарлар бірнеше миллиметр қалыңдығы бар сұр түсті затпен қапталған. Бұл сұр түсті зат, яғни үлкен жарты шарлар қабығы деп аталады. Әртүрлі жарты шарлар 5 бөлікке бөлінеді: маңдай, шүйде, самай, осы маңдай, шүйде, самай, шеке және аралша болып 5 бөлікке бөлінеді. Перифериялық жүйке жүйесі. Кешіріңіздер, шатасып кетіп отырмын, тілім келмей жатыр. Перифериялық жүйке жүйесі. Бұл туралы айтатын болсақ, орталық жүйке жүйесінен, яғни ажырайтын бір тұтас болып келеді. Орталық, яғни жүйке жүйесін шығатын ас тармақтармен бүкіл ағзаға тарайтын жүйкелерді жатқызамыз. Осы перифериялық жүйке жүйесін құрайды. Сонымен қатар ағзаның әрбір бөлімін орталық жүйке жүйесімен байланыстырады. Бас мидан 12 жұп
ал жолынан осы жүйелердің 31 жұбы тарап отырады. Сезгіштік жүйелер бұларға тітіргендіргіштерден пайда болған қозу, осы қозуларды орталыққа демек аралық мимен бас миға жеткізеді. Осы жүйке жүйелердің көмегімен біз қоршаған дүниені түйсінеміз және қабылдаймыз. Бұл жүйке жүйелер басқаша айтқанда осы рецепторлардың қабылдауы орталыққа, яғни баратын немесе аффереттік жүйкелер деп аталады. Қозғалыс және моторлық жүйкелер орталықтан және келген әртүрлі импульстарды бұлшық еттерге және бездерге беріп отырады. Осы жүйкелердің көмегімен бездің бұлшық еттеріміз қозғалысқа келеді. Әртүрлі іс-әрекеттер жасайды. Осы жүйкелердің көмегімен әртүрлі іс-әрекеттер жасауымен қатар әртүрлі бездердің қызметі реттеліп отырады. Бұл жүйкелер басқаша айтқанда орталықтан келетін және эфференттік жүйкелер деп аталады. Осымен осы сабағымыз аяқталды. Мұқият тыңдағандарыңызға рахмет. Мені неге қарап отыр, неге қарап айтып жатыр дейтін болсаңыздар, мен өз ойым түсінігімді осы дәптерге жазған болатын. Сол арқылы сіздерге толықтай жеткізгім келді. Мені қателесіп бір жерден кеткен болса, сөкпеңіздер. Осылай барлығын айқындап түсіндіргім келді. Сіздерге рахмет мұқият тыңдағандарыңызға. Қош сау болыңыздар.